Ақша шығармай садақа берудің 7 әдісі. Алланың құлдарының оянатын әрбір күні көктен 2 періште түсіп, олардың бірі: «Я Алла, сенің жолында қайырымдылық етіп садақа берушіге несібенді арттыр» десе, екіншісі: «Я Алла, саранды опат қыл» деп тілейді екен. Бұл садақа беріп өзгелерге жақсылық жасаған адамның ризығы кеңейіп, несібесі молаятынын, өмірінің берекелі болатынын айқын дәлелі. Бірақ кейде қанша жақсылық жасағымыз келсе де қалтамыздан ақша шығарып, өзгелерге садақа беруге мүмкіндік тумай жатады. Ал біз жарты құрмамен болса да өзімізді тозақ азабынан арашалап қалуға бұйырылғанбыз. Мұндай жағдайда не істеуге болады? Қалтамызды жұқартпай-ақ жақсылық жасап, сауап табудың жолдары бар ма? Шындығында сауап тапқысы келген адам үшін игілікке апаратын жол өте көп екен. Алла тағала Құранда бұл туралы: «Қайырдан не істесеңдер де, күдіксіз Алла оны біледі». Сонда кім заттың ең кішкентай бөлшегінің салмағындай жақсылық істеген болса, ол оны көреді дейді. Біріншіден, жымию да садақа. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: еш уақытта шариғаттың рұқсат еткенін елемеуші болма. Керек десен ол бауырынды күлімдеп қарсы алу тұрғысынан болса да, деп күлімдеудің де өмірде өз маңызы бар екенін ескертіп кеткен. Екіншіден, жолдан кедергіні алып тастау. Өзгелерге кедергі келтіретін артық затты алып тастауда сауабы мол игі іс. Себебі пайғамбарымыз: «Мен жәннатта осы дүниеде мұсылмандардың жүруіне кедергі жасағандығы үшін кесіп тастаған ағашының көлеңкесінде рахаттанып жатқан адамды көрдім» деген. Үшіншіден, жақсы сөз сөйлеу. Өзінің тақуалығымен, шыншылдылығымен танылған Әбу Бәкір жиі-жиі тілін қолымен ұстап тартады екен. Хазіреті Омар мұның сырын сұрағанда: «Бұл маған қауіп төндіреді» деп жауап беретін көрінеді. Шындығында Әлі ибн Әбу Талиб айтқандай, жүрек таза болғанда ғана тілден әдемі сөз шығады. Ал сіз күнделікті сөйлеген сөздеріңіз арқылы да сауап не күнә арқалай аласыз. Мәселен, біреуге комплимент айту. Комплимент қошемет, марапат. Адам көңіліне қуаныш сыйлайтын, марқайтатын сөз. Оны тіпті мотивацияға да айналдыруға болады. Өйткені өзі туралы жақсы пікірді естіген адам одан да жақсы болуға тырысады. Бұл әсіресе ерлі-зайыптыларға аса қажет әдістердің бірі. Бүгінгі адамдардың бәрі де мейірімге, назарға, жылы сөзге шөлдеп жүр. Сондықтан комплиментті де шынайы ықыласпен айтар болсақ, бұл артында сауап тұрған құлшылық болып жазылады. Себебі жақсы сөз садақа. Төртіншіден, Алланы зікір ету мен духа намазын оқу. Алла елшісі: «Күн шыққан әр күні әрқайсысының денелерінде неше буын болса, сонша садақа беруге тиістісіңдер. Әрбір айтылған Субханаллах садақа болып табылады, және Әлхамдулиллах садақа болып табылады, және әрбір айтылған Ля илляха иллаллах садақа болып табылады, және әрбір айтылған Аллаху акбар садақа және жақсылыққа шақыру садақа болып табылады. Жамандықтан тыю садақа. Бірақ осының бәрін таңертеңгілік оқыған 2 бас нәпіл намаз, духа, ауыстыра алады» деген. Бесіншіден, пісірген асынан көршілерге бөліп беру де садақа. Себебі Алла елшісі әйел адамға қойдың тұяғын берсе де көршісіне жақсылық жасауда арланып ұялмауды бұйырған. Бірде Сабаха Абдулла ибн Омар қатты сырқаттанып қалады. Әйелі одан нені қалайтынын сұрайды. Ал ол балық жегісі келетінін айтады. Әйелі дереу балық сатып әкеліп дәмді ас пісіреді де алдына қояды. Абдулла ибн Омар енді жей бергені сол еді, кенет есік қағылады. Арғы жақтан: «Ей Алланың құлдары, бізді тамақтандырыңдар» деген дауыс шығады. Ол дереу ұлына балықты ұстатып әлгілерге беруді бұйырады. Сонда әйелі: «Өзің біраздан ауырып аш жатырсың, бұл тағамда өзіңнің жақсы көретінін, мен де оған аз қаржы жұмсамадым» деп налып, сонда Абдулла: «Мен тағамды міскіндерге беруді бұйырдым. Өйткені Раббым сендер жақсы көрген нәрселерінен жұмсамайынша игілікке жетпейсіңдер» дейді емес пе?
деді. Мұны естіген ұлы көз жасын ұстай алмай жылап жібереді. Расында біздің садақамызға кедейлер емес, өзіміз мұқтажбыз. Біз садақа беру арқылы оларды емес, ең алдымен өзімізді құтқарамыз. Оларға емес, өзімізге жақсылық еткен боламыз. Алтыншыдан, әрбір тірі нәрсеге жасалған жақсылықта сауап бар. Бірде өзінің жолымен келе жатқан адам қатты шөлдей бастайды. Ол бір құдық тауып, онда түсіп шөлін қандырып шыққанда шөлдегеннен лай топырақты жеп жатқан бір итті көреді. Осыны көрген ол өз-өзіне бұл ит мен шөлдегенде қатты шөлдеп жатыр дейді де, қайтадан құдыққа түсіп аяқ киіміне су толтырып, оны тісімен тістеп сыртқа көтерілгенше тісінен түсірмейді. Сосын сыртқа шығысымен иттің шөлін қандырып су береді. Осы амалы үшін Алла ол адамның бүкіл күнәларын кешіріп алғысын білдіреді. Мұны естіген адамдар, «Иә, Алланың елшісі, бізге хайуандар үшін де сауап беріле ме?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, «Сауап барлық тірі жан үшін беріледі» деп жауап берген. Жетіншіден, шариғат рұқсат еткен барлық нәрселер садақа. Шындығында ақшамыз жоқ болса қалай садақа береміз деген сұрақ тек бізді ғана емес, іргелердегі ізгі буынның бәрін де толғандырған. Бұған мына оқиға дәлел. Бірде пайғамбарымыздың сабахалары бұл кедей сабахалары еді. О Алла елшісі, байлар көп сауап алады. Олар біз намаз оқығандай намаз оқиды, біз ораза тұтқандай ораза тұтады. Әрі олар мал дүниелерінің артығынан садақа береді дейді. Сонда пайғамбарымыз, расында Алла сендер үшін садақа қылатын нәрсе жасады емес пе? Шындығында әрбір тасбих садақа, әрбір тәкбір садақа, әрбір тахмид садақа, әрбір тахлил садақа, жақсылыққа бұйыру садақа, теріске шығарылғаннан қайтару садақа, сондай-ақ біреуінің жыныстық қатынас жасауын да садақа, дейді. Олар, «Уа Алла елшісі, біреу шақуатын қанағаттандырса, ол не үшін сауап алады?» деп таңғалғанда, пайғамбарымыз, «Қалай ойлайсыңдар, егер ол шақуатын харам жолмен қанағаттандырса, оған күнә болады ма? Сол сияқты ол шахуатын халал жолмен қанағаттандырған жағдайда ол үшін сауап болады» дейді. Демек, адамның шариғаттың шеңберінен шықпаған әрбір ісі, әрбір күні ол үшін садақа, сауап табудың мүмкіндігі екен. Құлына өмірдің әрбір сәтін құлшылыққа айналдыруға мүмкіндік берген мейірімді, жомарт, кең жаратушымызға сансыз көп шүкіршіліктер болсын.